Түркістанда студенттер 500-600 теңгеге тойып тамақтанатын асхана бар. Ахмет Яссауи университетінің түлектері мен студенттері бұл жерді жақсы таниды. Бұл Титаник аталып кеткен асхана. Титаник 1998 жылы ашылған. Содан бері үздіксіз жұмыс істеп келе жатыр. Азық-түлік бағасы өсіп жатса да, мұндағы баға қалтаға қонымды. Басқа кафелерден тамақтанатын болсаң, кемі 3-4 мың ақшаң кетеді, ал бұл жерде сен 500-600 теңгеге тойып тамақтан аласың. Мұнда келген адам осы нанның дәмін де, формасын да, бағасын да ұмыта қоймас. Бұл жұрт жадында қалған атақты Титаник наны. Әуел баста 10 теңгеден сатылған, содан бері 30 жылдай уақыт өтсе де, қазіргі бағасы небәрі 30 теңге. Тамақтары үйіңіздегідей сапалы және арзан. Ас мәзірі мен сапасын бас аспаз Гүлзира Байжұманова қадағалайды. Мұнда күн сайын 25 түрлі тамақ пісіреді. Кей тағам түрінен 300-ге жуық порция дайындайды. Біздің асханамызға келетін әрбір студентті біз өз баламыздай көреміз. Жасаған тағамдарымызды шын ниетімізбен жасаймыз. Сондықтан да Титаник жай ғана асхана емес. Бұл Ахмет Яссауи университетінде оқыған және оқитын талай жанның жарқын естелігіне айналған жып-жылы орын.